Барлықтарыңа сәлем. Бізде кезекті тақырып иррационалдықтан құтылу. Осы тақырыпқа байланысты сіздерге ен-тыда міндетті түрде есептер кездеседі. Сондай есептерді толықтай шығарып көрелік. Кеттік, бірінші есептен бастайық. Біз қараңыздар оқушылар, бізде бірінші есептен не істеуіміз керек? Есептеңіз деп тұр. Яғни осы өрнекті ықшамдау керек. Енді осы есепті айтпас бұрын сіздерге бір нәрсе айтып өтейін. Қараңыздар, бізде 3-тен 1 азайтылған 5-тен 1. Мысалы, осында есеп кездесіне, осы есепті, яғни осы өрнекті қалай шығарамыз? Әрине, бірінші ортақ бөлім береміз. Бұл жерде ортақ бөлімі қандай? 3 пен 5-тің көбейтіндісі. Яғни бізде ортақ бөлімі 15-ке тең. Мына жаққа 5-тен береміз, ал мына жерге 3-тен береміз. Енді мына жерде 5-тен берген кезде 5 азайту 3 болады. Енді қараңыздар, 5-тен 3 азайтсақ 2, 3 пен 5-ті көбейтсек 15. Сонда жауабы 15-тен 2 шығады. Дәл сол сияқты бізде де мынандай өрнекті ықшамда деген. Яғни ортақ бөлімі не болады? Ортақ бөлімі 2 минус түбір асты 3 и 2 плюс түбір астында 3 болады. Яғни бұл ортақ бөлімі. Енді мынаған 2 плюс түбір асты 3-тен береміз, ал мына жерге 2 минус түбір асты 3-тен береміз. Енді бізге не қалды? Әрине есептеу ғана қалды. 2 плюс түбір астында 3 и азайтылған жақшаның ішінде 2 азайту түбір астында 3. Енді көбісі осы жерде қателеседі. Яғни мына жерде азайту таңбасы тұр и мына өрнекті біз жақшаға алуымыз керек. Сол кезде қараңыздар, бізде төбесінде 2 плюс түбір асты 3-ті жазамыз. Азайту, мынау минус, мынау екеуіне де әсер етеді. Яғни минус 2, мына жерде минус пен минус 2 көбейтіліп плюс болып кетеді да. Бізде плюс түбір астында 3 болады. Енді бөлімде қараңыздар, 2 минус түбір асты 3, 2 плюс түбір асты 3. Бұл сіздерде 7-ші класста өткен көбейткіштерге жіктеу формуласы. Яғни а минус б көбейтілген а плюс в. Осы жазып атқан негізгі формуланы сіздер дәптердің бұрышына жазып қойсаңыздар болады. А-ның квадраты азайту б-ның квадраты. Қысқаша көбейту формуласы. Яғни осыны қолдану арқылы біз мынау өрнекті шеше саламыз. Мынау бізде а минус в, мынау бізде а плюс в. Сонда 2-ның квадраты азайтылған түбір асты 3-тің квадраты. Так, қараңыздар енді. Мынау плюс 2, ал мынау минус 2. Не істейді екеуі? Екеуі әрине қысқарады. Түбір асты 3 қосылған түбір астында 3. Екеуінің қосындысы 2 түбір астында 3 болады. Бөлімінде 2-ның квадраты ол 4-ге тең, ал түбір асты 3-тің квадраты ол мынау түбір асты мен квадрат қысқарып кетеді да, 4 азайту 3 болады. Жауабы бізде 4-тен 3 азайтсақ 1, сонда 2 түбір астында 3 болады. Жауабы бізде так, варианты болады екен. Осында негізгі 2 формула бар, яғни осы екеуін жазып қойсаңыздар болады. Так, келесі есепте бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз деген. Яғни бізде иррационалдықтан құтыл десе не істейміз? Мынау бөлімінде тұрған өрнекте вообще мынау түбір асты дейтін өрнек болмау керек. Енді осы жерде қараңыздар, бізде берілгені бойынша 15 бөлінген 2 түбір астында 6. Так, бізде мынандай қасиет бар. Бөлімде алымында бірдей санға көбейтуге болады, және де бірдей санға бөлуге болады. Бітеміз. Мынау түбір асты 6-тан құтылу үшін екі жағында түбір астына көбейтеміз. Яғни түбір асты 6-ға алымында, бөлімінде түбір асты 6-ға көбейтеміз. Бұл кезде еш нәрсе өзгермейді. Бұлай, яғни бір санға көбейтіп, бір санға бөлуге болады. Немесе бір санға бөліп, тағы да бір санға бөлсек болады. Бірдей санға көбейте аламыз, немесе бірдей санға бөле аламыз. Осы екі қасиетті жаттап алыңыздар. Оны былай бұрышқа жазып қояйын сіздерге. Мысалы, сіздерге 3-тен 1 деген сан берсе, оны x алымында бөлімде x-ке көбейтуге болады. Немесе 1 бөлінген 3-ті 1 бөлінген x бөлінген 3 бөлінген x. Яғни бірдей санға көбейтіп тұрмыз, бірдей санға бөліп тұрмыз. Осы екі қасиетті қолдана аламыз. Қараңыздар.
Так, төбесі 15, түбір асты 6. 15 түбір асты 6 болып қалады, бізде екеуінің көбейтіндісі. Бөлінген 2 түбір асты 6, түбір асты 6. Түбір асты 6 мен түбір асты 6-ның көбейтіндісі ол түбір асты 6-ның квадраты. 2 дәрежемен түбір асты кетіп қалады да, 2 көбейтілген 6-ның өзі қалады. Сол кезде қараңыздар, мынау 15, мынау 2 көбейту 6. Так, 3-ке қысқартсақ болады ғой, 3-ке қысқартсақ 5-ден келеді, мынаны 3-ке қысқартсақ 2-ден келеді. Сонда 5 түбір астында 6 бөлінген 4 деген өрнек шығады екен. Ол бізде мінекей Е жауабында тұр екен. Жауабы Е болады. Так, енді осы видео ұнап жатса, онда лайк басып кетсеңіздер болады, және де осы каналға подписаться етіңіздер, және де колокольчикті басып тұрыңыздар. Сол кезде сіздерге уведомление кеп тұрады. Яғни, мысалы сіздерге бір видеоны жүктесем, ол сіздерге уже соткаларыңызға бірден келіп тұрады. Сондықтан колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Енді біз келесі есепті басқа түспен шығарайық. Қараңыздар, 1 бөлінген 1 плюс түбір асты 7, азайту түбір асты 7 бөлінген 6. Енді тең дейік та, мынақа тең деп жалғастырып шығарып кетейік. Так, бізде мынандай өрнек берілген. 1 плюс түбір астында 7. Бағана сіздерге мынау формуланы айттым ғой, а плюс в и а минус в. Так, и тең болады а квадрат минус б квадрат. Яғни мынау түбірден құтылу үшін не істейміз? Міндетті түрде квадратталу керек ол, Енді бірдей санға бөлеміз, бірдей санға көбейтуге болады дедік. Енді қараңыздар. Мынау бізде 1 плюс түбір асты 7. Мынау а плюс в бар бізде. Енді не істеуіміз керек? А минус в-ны көбейтуіміз керек. Яғни 1 плюс түбір асты 7, и оны көбейтеміз 1 азайту түбір асты 7. Яғни плюсы тұрса минусына көбейтеміз, ал минусы тұрса плюсіне көбейте саламыз. Бірдей санға екі жағында көбейте саламыз. Енді азайту түбір асты 7 бөлінген 6. Ол дәл қалай тұр, дәл солай жаза саламыз. Так, енді мына жерде 1 плюс түбір асты 7, 1 минус түбір асты 7. Ол бізде а плюс в, а минус в, яғни 1-дің квадраты азайту түбір асты 7-ның квадраты. Ол бізде квадрат пен түбір асты кетеді да, 7-ның өзі қалады. Төбесінде бізде 1 көбейту 1 минус түбір асты 7. 1-ді жазбай қосақ болады. Азайтылған, так, түбір асты 7 бөлінген 6. Яғни мына өрнекті не істейміз? Дәл солайынан жазып қоя саламыз. Так, тең. Енді қараңыздар. Бізде мынау негізгі формула. Осыны жазып қойсаңыздар болады. Енді тең деп жалғастырып жазып кетейік. 1-ден 7-ні азайтамыз. Ол минус 6. Яғни минус 6. И төбесінде 1 азайту 7 болады. 1 азайту 7, түбір асты 7. Енді азайтылған түбір асты 7 бөлінген 6. Енді оқушылар қараңыздар. Мынау сыртындағы минус бар емес па? Ол бөлімінде тұр. Енді төбесі алымына бұны апаруға болады. Ол бізде олай рұқсат етілген. Яғни бізде минус 3-ден 1 мен минус 1 бөлінген 3-дің айырмашылығы жоқ. Екеуі бір-біріне тең. Міне осыны да жазып қойсаңыздар болады. Сондықтан біз не істейміз? Мынау 6-ны қалдырамыз да, минусын төбеге шығарып жібереміз. Минус 1, қараңыздар. Мынау минус төбеге шығады ғой, сол кезде екеуінің таңбасы ауысады. Мынау минус 1 болады, мынау не болады? Плюс түбір асты 7 болады. Енді мынау бізде тоже бөлімде 6, яғни азайту 6 негіз 6-дан түбір асты 7. Енді бізде ортақ бөлім беріліп тұр. Ортақ бөлім беріліп тұрса не істейміз? Біз алымын азайтып қоса берсек болады. Сонда азайту 1 плюс түбір асты 7. Бізде минус болғандықтан минус түбір асты 7 болады. Бөлінген бізде 6. Мынау мен мынау қысқарады да. Бізде қалатыны минус 6-дан 1 болады. Жауабы бізде В дейтін жауап шығады екен. Енді осы екі формула жазып қойыңыздар. Басқа еш нәрсе керек емес. Так, енді келесі есепте дәл жаңағы алдыңғы есеп сияқты, ол формуласын жазып әуре болмай қойға. Дәл алдыңғы есеп сияқты, яғни берілген жазып қойық, x минус 4 бөлінген x азайту 2 түбір астында x. Қараңыздар, бізде минусы тұр, значит біз плюсіне көбейтеміз. Яғни көбейту дәл осының плюсы x плюс 2 түбір астында x.
алымында да x плюс 2 түбір астында x. Енді қараңыздар, a минус v, a плюс v, яғни x-тің квадраты минус 2 түбір асты x-тің квадраты, a квадрат минус b квадрат. Төбесі бізде x минус 4 көбейтілген, екінші жақша бізде x плюс 2 түбір астында x. Так, енді бізде не істейміз? Астында өрнекті шығарып көрейік. Так, x-тің квадраты азайту. Квадрат бізде екеуіне де әсер етеді. Яғни, мынаяқта 2-ге де, түбір асты x-ге де. 2-нің квадраты бізде 4, түбір асты x-тің квадраты, квадрат пен түбір асты қысқарып, x-тің өзі қалады. Алымда бізде дәл солай жаза саламыз. x минус 4, жақшаның ішінде ойдан жақша ашамыз, x плюс 2 түбір астында x. Енді тең деп жазамыз. Қараңыздар оқушылар, бізде мынаяқта x квадрат азайту 4x қой. Оны біз x-ті жақша сыртына шығарып жіберсек болады. Сол кезде жақша ішіне x минус 4-тің өзі қалады. Төбесін дәл солай жаза саламыз. x минус 4 болады, x плюс 2 түбір асты x болады. Так, енді x минус 4 пен x минус 4 кетеді екеуі. Сол кезде бізде қалатыны x плюс 2 түбір астында x бөлінген x қалады. Так, бұндай жауап бар ма екен? Так, бізде бұндай вариант жоқ екен. Негізі сіздерде кәдімгі ент-да дәл осындай вариант болады. Неге? Өйткені біз толықтай бөліміндегі x-тен құтылып тұрық. Ал мына жердегі барлық жауаптар бізде жартылай құтылып тұр ше. Яғни барлығында түбір асты x бар ше. Ал бізде не деген? Бөлшекті қысқарт деген. Біз толықтай қысқарып тұрға. Бірақ енді мына жақтағы жауаптар қайсысы болады? Соны давайте тауып көрейік. Енді жаңа айтқан болатын, бірдей санға көбейтіп, бірдей санға бөлуге болады дедім. Яғни түбір асты x-ке екі жағында көбейтейік давайте. Түбір асты x-ке екі жағында көбейтеміз. Сол кезде бізде мынандай өрнек пайда болады. x түбір астында x, төбесінде бізде x пен түбір асты x көбейтіледі. x түбір асты x болады, плюс 2 түбір асты x пен түбір асты x көбейтіліп 2x болады. Енді не істейміз? x-ті жақша сыртына шығарамыз. x-ті жақша сыртына шығаратын болсақ, ішінде бізде түбір асты x плюс 2 қалады, астынан бізде x түбір асты x қалады. Енді x пен x-ті жоямыз да, бізде қалатыны x түбір асты x плюс 2 бөлінген түбір асты x. Яғни жауабы a болады бұл жерде. Негізі бұлай келмейді жауап. Негізі жауап бұлай келеді. Яғни дұрыс бізде. Так, оқушылар, егер де мен жай сөйлеп атсам, жай түсіндіріп атсам, онда осы YouTube-тың шетінде настройкасынан 2x-ке немесе 1,5x-ке қойып, осы видеоны толықтай қарап шықсаңыз болады. Сосын качествоны 1080-ге или 720-мен, 480-мен де көрсеңіздер болады. Давайте кеттік онда. Бізде келесі есепте есептеңіз деген. Яғни біз не істейміз? Екеуін бөлек-бөлек есептеп алайық. Давайте біріншісін, екіншісін. Біріншісін есептеп алайық, Түбір астында, так, 3 плюс түбір асты 5. Бөлінген бізде 3 азайту түбір асты 5. Так, енді не істейміз? Екі жағында бірдей санға көбейтеміз. Қандай сан? Ол бізде минусы тұр. Біз көбейтуіміз керек неге? Әрине плюс не? 3 плюс түбір астында 5, 3 плюс түбір астында 5. Так, енді әр қарай. Бізде а минус в, а плюс в екеуін көбейтсек, 3-тің квадраты азайту түбір асты 5-тің квадраты ол 5 екеніміз барлығымыз білеміз. Енді төбесі бізде 3 плюс түбір асты 5, 3 плюс түбір асты 5. Так, енді осы жерден көбісі шатасады ше, прям. Қараңыздар, 3 плюс түбір асты 5 пен 3 плюс түбір асты 5 көбейтсеңіз, ол 3 плюс түбір асты 5-тің квадрат шығады. Бір дәреже, яғни көбейткен кезде дәрежелері қосылады. 1 плюс 1 ол 2-ге тең, солай есептесеңіздер де болады. Так, 9-ға тең, 9-дан 5 азайтамыз. 4 болады ол. Значит, 4-тен 3 плюс түбір асты 5-тің квадраты. Енді осы жерден көбісі шатасады, оқушылар, қараңыздар. Бізде 4 деп отырғанымыз ол 2-нің квадраты. Яғни біз былай жазсақ болады. 2, 3 плюс түбір асты 5. Общий жақша қаламызда, оның квадрат дейміз. Так, түбір астында
осының бәрі түбір астында болады. Так, мынау 2 дәрежемен түбір асты кетеді. Сол кезде бізде қалатыны не ол? 3 плюс түбір асты 5 бөлінген 2 қалады. Бұл біріншісін шығарған кездегі. Енді біз екіншісін шығарып көрейік. Екіншісінде қараңыздар, түбір астында 3 азайту бізде түбір асты 5, бөлімінде 3 қосылған түбір астында 5. Так, бұл жерде не болады? Яғни мынау плюсы тұр, біз көбейтуіміз керек неге? Минусына. 3 минус түбір астында 5. Алымында дәл солай 3 минус түбір асты 5-ке көбейте саламыз. Так, енді әр қарай не істейміз? Мынау а минус ба, а плюс ба? Яғни 3-тің квадраты минус 5. Ол бізде 4 екеніміз білеміз. Ол бізде 2-нің квадраты. Так, 3 минус 5-тің квадраты болады. Яғни 3 минус түбір асты 5, 3 минус түбір асты 5. Екеуін көбейтсек, 3 минус түбір асты 5-тің квадраты шыға салады екен. Так, енді не істейміз? Енді әр қарай 3 минус түбір астында 5 бөлінген 2-нің квадраты. Барлығы бізде түбір астында. Түбір астында бүйтіп қалып қойды. Так, енді квадрат пен түбір асты қысқарады. Бізде қалатыны не ол? 3 минус түбір астында 5 плюс 2 дейтін өрнек қалады. Енді бізде біріншісін, екіншісін шығардық. Енді не істеуіміз керек? Екеуін қоса саламыз. Яғни 3 плюс түбір асты 5-ке бөлінген 2-ке қосамыз. 3 минус түбір асты 5 бөлінген 2. Бізде ортақ бөлімі 2 болып тұр. Так, 3 пен 3 қосылады, ол 6 шығады. Түбір асты 5 минус түбір асты 5. Екеуі қысқарып кетеді. Сол кезде 6 бөлінген 2 тең болады 3-ке. Жауабы болады екен. Так, келесі есеп сәл күрделі есеп. Осыны жақсылап түсініп алыңыздар. Так, бізде мынандай берілген. 1 бөлінген түбір астында, общий түбір астында 2 минус түбір астында 3. Енді барлығы бір түбірдің астында тұр. Не істейміз? Дәл сол санға көбейтеміз. Яғни түбір астында бізде қандай сан тұр? Дәл соған көбейте саламыз. 2 минус түбір астында 3. Так, енді алымда бөлімде, яғни дәл осыған көбейте саламыз. 2 минус түбір астында 3. Так, енді екеуін көбейттік. Так, көбейткеннен кейін бізде мынандай өрнек пайда болады. 2 минус түбір астында 3 бөлінген, қараңыздар, мынау бізде түбір асты мен түбір асты көбейтілген кезде екеуі квадрат шығады. Квадрат пен мынау түбір асты жойылып, 2 минус түбір асты 3-тің өзі қалады. Яғни мынандай ғой, 2 минус түбір асты түсінбегендер үшін толықтай ашып жазайын, мен асықпай ерінбей. Так, квадраты болады, түбір астында. Осы кезде мынау квадрат пен мынау түбір асты қысқарып, только мынаның өзі қалады. Так, бізде осыны түсінсеңіздер өте жақсы. Так, келесі бізде қараңыздар. Енді 2 минус түбір асты 3 болды. Енді не істейміз? Осының минусы тұр, плюсіне көбейте саламыз. Яғни 2 плюс түбір асты 3-ке көбейте саламыз. Сол кезде бізде не шығады екен? Так, көрейік. Мынау 4, яғни 2-нің квадраты минус түбір асты 3-тің квадраты. 4 азайту 3 болады. Төбесінде бізде 2 плюс түбір астында 3. Оны көбейтеміз. Түбір астында 2 минус түбір астында 3. Так, 4-тен 3 азайтсақ ол 1. Сонда ана өрнектің өзі қалып қояды екен. Так, бізде қалғаны сонда қараңыздар. 2 плюс түбір астында 3. Бұл жақшаның ішінде көбейтілген бізде. Так, 2 минус түбір астында 3 қалды. Енді мынау өрнекті біз, мынау тұрған өрнекті апарамызда, мынау түбір астының ішіне кіргізіп жібереміз. Енді осы жерде сұрақ туындайды. Мынаның ішіне кіргізген кезде қалай кіргізе аламыз деген. Енді мен сіздерге тағы да бір формула айтайын. Соны жақсылап жаттап алыңыздар. Мынау x болсын, түбір асты x, сыртында так y болсын, Осы кезде мынау y-ті түбір астына кіргізу керек. Не істейміз? Түбір астына кіргізген кезде y-тің квадраты. Яғни бізде квадраттап барып кіргіземіз. y квадрат көбейту түбір асты x. Енді тағы да мынандай жағдайлар бар. 3 негізді түбір асты x,
x көбейту 3 негізді түбірасты x. Бұл жағдайда не істейміз? Бұл жағдайда міне мына жерінде қанша? 3 негізді, яғни кубтап кіргіземіз енді. Яғни x-тің кубы көбейтілген x түбірасты 3 негізді x. Енді бұл жерде x куб пен x көбейтіліп 3 негізді x-тің 4 дәреже шығады. Осы екі қасиетті жақсылап жазып қоя салыңыздар. Алдағы уақытта міндетті түрде керек болады осы. Сол сияқты мына өрнекті аламыз да, мынаның ішіне квадраттап кіргізе саламыз. Яғни үлкен түбірасты ашамыз. 2 плюс түбірасты 3-тің квадраты көбейтілген 2 минус түбірасты 3 болады. Так, енді осы жерде мынандай әдісті қолдансаңыздар болады. Қараңыздар, түбірастыны аламыз вообще. 2 плюс түбірастында 3 көбейтілген 2 плюс түбірастында 3. Яғни біз квадратты не істедік? Мынаны бөліп жаздық. Мынау 1 дәрежесі, мынау 1 дәрежесі. 2 плюс түбірасты 3-тің квадрат шығады. Оның айырмашылығы жоқ, 2 минус түбірастында 3. Так, енді мынау неге ұқсайды бізде? Мынау а плюс в, мынау бізде а минус в. Яғни мынау а-ның квадраты минус б-ның квадраты. Бізде 2-ның квадраты 4. Жазайық не асықпай. 2 плюс түбірастында 3 жақшаға аламыз. 2-ның квадраты азайту түбірасты 3-тің квадраты. Сол кезде 4-тен 3 азайтамыз, ол 1. Сонда бізде қалатыны түбірастында 2 плюс түбірасты 3-тің өзі қалады екен. Сонда жауабы міне осы болады. Түсінем, бұл күрделі есеп, бірақ барынша 2-3 айналдырып қайта-қайта көріп түсінуге тырысыңыздар. Так, сонымен бүгінгі есептер аяқталды, бірақ сіздерге ентіда міндетті түрде келіп жүрген және де алдағы уақытта келетін есептерді айтып өтейін. Мысалы, сіздерге шатастыру үшін 2-3 балдық есептерді былай береді. Қараңыздар. Так, 3 минус түбірасты 15 дейді. 3 минус түбірасты 15-тің квадраты, бұл түбірастында болады. Қосылған 3 плюс түбірасты 15-тің квадраты, бұл да түбірасты. Так, өте оңай есеп сияқты. Мынаумен мынаны қысқарта саламыз. 3 минус түбірасты 15 шығады. Так, 3 минус түбірасты 15. Мынау квадрат пен түбірастын қысқарта саламыз. 3 плюс түбірасты 15 дейді да. Осы кезде түбірасты 15 пен минус түбірасты 15 екеуі қысқарып 6 қалады дейді. Бұл үлкен қате. Бұлай шықпайды. Қараңыздар оқушылар, бізде 3 қоя, 3 азайту түбірасты 15. Енді қараңыздар, бізде минус түбірасты 15. Түбірасты 15 дейтін ол 3-тен үлкен сан. Значит, 3-тен өзінен үлкен сан азайтсақ, ол кезде теріс сан шығады. Мысалы, 3-тен 3,5 азайтсақ, ол не шығады? Минус 0,5 шығады. Сол сияқты, мына жерден бізде теріс сан шығады. Теріс сан шықса, біз міндетті түрде модульге аламыз. Яғни, бізде мына жерде қысқарттық қоя, қысқартқаннан кейін 3 азайту түбірасты 15-ті міндетті түрде модульге алып тастаймыз. Қосылған, мынау мен мынау қысқаратта 3 плюс түбірасты 15-ті не істейміз? Модульге алып тастаймыз. Енді модуль негізі бізде келесі тақырып, бірақ сіздерге модульдің қасиеттерін айтып өтейін. Мысалы, модуль бізде минус 3 болсын. Бұл модульден тек қана плюстандар шығады, яғни 3 шығады. Енді модульдің ішінде бізде мысалы минус 5 болсын. Бұл кезде яғни не істейміз? Минусқа көбейтіп ашамыз. Яғни минус и минус 5 тең болады. Минус 5 минус плюс болып кетеді, 5-тің өзі шығады. Сол сияқты, яқта бізде теріс сан бар. Теріс сан. Яғни теріс санды плюс санға айналдыру үшін не істейміз? Әрине минус санға көбейтіп жақшаны аша саламыз. 3 минус түбірасты 15. Сол сияқты мынау бізде плюс сан. Плюс сан болғандықтан ол дәл солай аша саламыз. Яғни минусқа көбейтудің қажеті жоқ. Енді мынаны ашатын болсақ, минус 3 плюс түбірасты 15 плюс 3 плюс түбірасты 15. Минус 3 пен плюс 3 қысқаратта 2 түбірасты 15-тің өзі қалады екен.
жауабы сонда 2 топырасты 15. Осыны міндетті түрде осы дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Толықтай көрді деген үміттемін. Осы видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге осындай пайдалы видеоларды шығарып тұрамын. Жақсы, сау болыңыздар.